Бүгін біз арнайы тактикалық жаттығу өткіздік ТС-2 нысанында. Бұл жерде ең басты біздің мақсат ол осы жердегі нысандағы құтқару қызметімен және де әкімшілік қызметкерлермен бірігіп осы апат жағдай кезде іс-қимыл жасау. Жалпы бізде 31 дана техника, 131 адам осы жаттығуға қатысты. Әр бөлімшелер өздерінің бағыты бойынша жұмыстан атқарды. Өздеріңіз байқағанда бізде 103 қызметі медициналық көмек көрсетті, алып шыққан. Енді бұл жерде қатты түтінденген жерлерден біздің құтқарушылар сол жарақат алған адамдарды алып шығып, соларға алғашқы медициналық көмек көрсетті. Сонымен бірге осы жаттығудың ең басты мақсаты ол осы апаттардың алдын алу. Егер орын алған кезде, егер жедел жұмылып осылай авариялық құтқару жұмыстарын жүргізетін болсақ, адам өлімі де болмайды, шығын да болмайды. Сондықтан осы басты қайғыда біздің қызметте ол осы апатқа әрдайым дайын болу керек.